Құрметті әріптестер, мектеп мұғалімдері, бүгінгі видео сіздерге арналған. Арамызда оқушылар болатын болса, кабинеттен шығып кетіңіздер. Бүгін бізде жиналыс болады мұғалімдермен. Негізі Алматы қаласында 91-ші мектепте ағылшын тілі мұғалім болып бастаған болатынмын. Келесі жылы мен республикалық физика-математикалық мектепке мұғалім болып шақырды ағылшын тілінен. Сол жерде мен мектеп директорының орынбасары болып тағайындалдым. Және 2015 жылы Назарбаев университетке магистратураға білімді басқару бойынша түскен болатынмын. Одан бөлек Нью-Йорк университетінде стажировка өттім және Москвада жұмыс істеген болатынмын. Неге мен мұғалім болғанына өте қуаныштымын. Өйткені 20 мемлекетте қазір оқушыларым оқиды, және сол университеттерде оқитын оқушылардың барлығы мен сол мемлекетке, сол қалаға келген кезде күтіп алады. Және ең күшті кез ол менің оқушым осы жақта оқиды. Мынау менің оқушым ғой деп мақтан аласың. Фейсбукта, жаңалықта шыққан кезде мынау баланы мен оқытқанмын деп. Тура сол сияқты осы видеоны мүмкін мен мұғалімдерді көріп отқан шығар, мынау менің оқушым ғой деп отқанда шығар. Сондықтан құрметті әріптестер, құрметті мектеп мұғалімдері, мен өзімнің миссиям ретінде тек қана осындай балалармен мақтан тұтуға ғана осындай жол таңдаған болатынмын. Негізі әріптестердің арасында сұрақтар болады. Балаларға гранттар бар, әртүрлі бағдарламалар бар. Неге бізге оқушыларға осындай мүмкіншілік беруге? Бірінші мұғалімдерді оқытып, одан кейін соны білген жинаған барлығын оқушыларға тарату. Ол негізі идеальный вариант болып есептелетін болады. Сонымен мұғалімдерге көптеген бағдарламалар бар. Соның біреуі ол Америка құрама штаттарына FULLBRIGHT бағдарламасы. Немесе басқа мемлекеттерде 2 аптадан 12 айға дейін стажировка дейді, стажировка бағдарламалары бар. Егер сіздер осында тәжірибе алмасып келген болатын болсаңыздар, шетелдік көріп келген болатын болсаңыздар, әрине бұл сіздің қасыңыздағы адамдардың барлығына әсер ететін болады. Мысалға оқушыға сіз дұрыс жол көрсеткендей боласыз. Барып көріп келдім деп айтатын боласыз. Одан бөлек сіздің сол жердегі стереотиптер, немесе жақсы және жаман жақтарын барлығын бағалай алатын боласыздар. Және одан да бір қызық басқа жолы, ол сіз оқушыларыңызбен бірге жиналып, бір ғылыми жоба жазсаңыз болады. Басқа шетелде тұратын университеттермен хат алмасу арқылы сол жердегі жобаларға қатысып, оқушыларыңызды жинап, бірге барып келсеңіз болады. Соның арқасында сіз ең бірінші оқушыларға өзіңіз пәнге деген қызығушылығын көтере аласыздар. Оқушының негізгі ғылыми зерттеу жұмыс жасау дағдысын көтере аласыздар. Және өзіңіз басқа жағынан ашыла аласыздар. Оқушының бұндай жетістіктері оның портфолиосына ғана емес, сіздің өзіңіздің портфолиоңызға да әсер ететін болады. Соның арқасында сіз басқа әріптестермен бөлісу арқылы сол саланы ары қарай дамыта аласыздар. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға. Оқушымыз Қазақстанның мықты университетіне түсіп, шетелде грантқа оқып жатқан болатын болса, ол біздің негізгі жетістігіміз. Бірақ пәндік білім беріп қана қоймай, оқушыларға дұрыс құндылық беру керек. Өйткені оқушылар шетелде біздің Қазақстанның өкілі болып есептеледі. Мысалға, балаңыз, оқушыңыз шетелде университетте оқып жатқан кезде, егер жақсы білімін көрсетіп жатса, жақсы тәрбиесін көрсетіп жатса, одан міндетті түрде сұрақ қояды. Қай мемлекеттенсің? Қай қаладансың? Қай мектептенсің? Мұғалімің кім болды деп. Сол кезде кейбір университеттер сізге алғыс хат беруі мүмкін. Сол алғыс хат міндетті түрде сіздердің негізгі еңбегіңіздің жемісі болып есептеледі болады. Осындай жетістіктің арқасында кез келген мұғалім өзінің пәнін, өзінің мамандығын, өзінің саласын одан бетер жақсы көре бастайды. Бірақ кейде біз балаларды көп ойлаймыз деп, өзімізге уақыт жетпейтін болады. Қазір көптеген онлайн ресурстар бар, онлайн конференциялар бар, онлайн сабақтар бар. Біз осының ресурстың барлығын осы видеоның астына жазып қоямыз. Сіздер ол жерде онлайн тегін оқи аласыздар. Неден бастауға болады деген кезде, Барбара Уаклидің Learning by Learning деген күшті курсы бар. Үйренуді үйрену. Ескендір Бестайдың қазақша курсы бар Шомбай онлайн университетінде. Содан бастап көрсеңіз болады. Одан бөлек сол сайттардың ішінде әртүрлі конференциялар таба аласыздар. Сол конференцияларға оқушылармен бірге қатысып көрсеңіздер болады. Сонымен құрметті әріптестер, бүгінгі видеода сіздерге арналған шетелдік бағдарламаларды айттық. Бізбен бірге болыңыздар. Сұрақтарыңыз бар болатын болса, осы видеоның астына жазыңыздар.